Hi everyone, welcome to my class. My name is umit. Сәлеметсіңдер ме сабақтастар? Сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін міне жаңа ұғым ағылшын тілінің 7-ші сабағына келдік. Енді 7-ші сабақта кездесетін сөздермен танысайық. I, мен. Бұны үйреткенде біз айтатынымыз I, аспандағы I, яғни мен. Естеріңізде берік сақтаңыздар. Мен немесе менің деген екі басқа сөз ғой. Мысалы, менің машинам деп айтуымызға болады. Мысалы, my car. Ал мен дегенде оны өйтіп айтуға болмайды. Мен машина деп айтуға болмайды ғой. Сондықтан менің машинам деп айтпақшы болсаңыз, my car деп айтасыз. Ал мен деп айтатын болсақ, I деп айтасыз. I. Аспандағы I. Аспандағы I. Сонымен бірдей дыбыс табылады. I. Енді екінші сөзіміз болса am. Әтештегі am. Be verb, яғни бұл be етістігі. Жеке тұрғанда ешқандай мағына бермейді. Am. Are. Бұда be етістігі жеке тұрғанда ешқандай мағына бермейді. Name деген сөз аты, яғни my name, мысалы your name деп айтамыз. Менің атым, сенің атың дегендегі name, аты. Name. What деген не, немене деген білдіреді. Бұны көп қолданамыз. Мысалы, what? Біреу сөйлеп жатса, не дейсің десең, what? Деп сұрасақ болады. What? Nationality деген ұлты, гражданы деп айтылады. Көбінесе гражданы, яғни қай мемлекеттіксің деп сұрасаң, what nationality are you деп сұраймыз ғой. Сол кезде оның сен қай мемлекеттің, қай гражданствосың деп сұраған кезде өстіп nationality мен сұраймыз. What nationality are you? Nationality. Job. Яғни жұмысы, қызметі, мысалы job. Бұны жаттау оңай. Job. Бізде не көп? Job көп. Немесе бізде не жоқ? Job жоқ. Бізде жұмыс жоқ. Job. Немесе бізде жұмыс көп. Job. Яғни бұл job өзіңіздің қазіргі істеп жатқан орындағы өзіңіз айналысып жатқан қызметіңізді көрсетеді. My job болса, менің жұмысым, менің қызметім деген сияқты. Keyboard дегенге қарайтын болсаңыз, key деген сөз кілт дегенді білдіреді. Keyboard. Неме дедім? Перне тақта деп аудардық қойасында. Key дегеніміз кілт, board дегеніміз тақта, кілт тақталары. Әрбірді қайтеміз, әрбір кілт деп айтсақ, немесе осыны бассақ, бір басқа бағаналарға кіреміз, компьютерда. Сондықтан бұны keyboard деп айтқан. Keyboard. Енді operator. Қазақтың көбінесе қазақ тілімен бірде, мынау operator негізі қазақтың сөзі болған. Содан алған ғой, operator. Енді оператор деп айтсақ та, operator. Мысалы, 4-9-ға звондасаңыз, Каспиге звондайсыз, сол кезде қайтеді? Operator. Hi, I am operator. Мен қош қалдыңыз, мен қайта осы operator боламын деп сізбен сөйлесіп кетеді. Сондағы сол адамдарды не дейміз? Operator деп айтамыз. Engineer. Қазақтың сөзі engineer. Енді бірден тоқталайық. Engineer дегенде айтатын болсақ, не деген сөз дегенде, мен инженермін деп айтсам, I am engineer деп қолдануға болады. Engineer. Ал сен инженерсің. You are engineer. Сен инженерсің деп айтуға болады. Ал енді тағы не деп айтуға болады? Good engineer. Жақсы инженер. Тағы не деп айтуға болады десе, bad engineer.
жаман инженер, яғни қызметін жақсы істей алмайтын инженерді bad engineer, жақсы істейтіндерді good engineer деп айтуға болады. Operator. I am a operator. Мен неменемін? Бір оператормын деп айтуға болады. Operator. 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 You are an operator. Сен бір операторсың. You are an operator. Keyboard. Keyboard дегенде перне тақталары, мысалы, it is a keyboard. It is a keyboard. Ол бір перне тақта. Is this your keyboard? Бұл сенің перне тақтаң ба? Keyboard. Keyboard. Job. Жұмыс. My job. My job. Your job. Good job. Енді біз біреуді мақтасақ, о, керемет істедің, жақсы істедің деп айтады ғой. Немесе молодец деген сөздің ағылшынша айтатын болсақ, good job деп айтамыз. Good job. Осы job дегеннің алдына good деген сөзді қоссаңыз болды. Good job. Ол жақсы жұмыс дегенмен бірге кереметсің, жарайсың, молодец деген сөздің ағылшынша айтылуы. Қайталайық. Good job. Good job. Job. Good job. Nationality. Nationality. What nationality are you? Сен ұлтың қайсы, немесе сен қай мемлекетке тәнсің десең, what nationality деп сұраймыз. What nationality are you деп сұраймыз. Енді nationality осы ұлты туралы айтайық. Мысалы, Америкада болсын, болмаса Еуропада болсын, біз қазақ еліндегі сияқты сенің ұлтың қайсы деп бірден сұраған кезде ол бүйтіп айтпауы мүмкін. Мен ұйғырмын, болмаса мен өзбекпін деп айтпауы мүмкін. Оларда не деп айтады? Тек қана мемлекеті. Мен Еуропа, мен сол мысалы айтады. Мысалы, мен американдықпын, болды. Ол Американың ішіндегі Испаниядан келген ба, испан ұлты ма, ол айтпайды. I'm American дейді, болды. Сонда nationality оларда ұлтты ондай емес, қайта мемлекеттік тұтастығын айтады. Яғни қайсы, мысалы, Қазақстанда да көп ұлттар болса, сен what nationality are you десе, I'm Kazakh. I'm Kazakh деп айтады. Яғни мен Қазақстанға гражданына тән ұлтпын дегенді білдіреді сол. Енді what деген керек. What деген не? Енді бұны көп қолданамыз. Біреу сөйлеп жаса, сен түсінбей қалсаң, не деп айтасың? What? Не дейсің? Не? Деп өніңен таң қалдырғанда what? Ойбай, не бұл деп соңғы кезде қолданады. Енді тағы бір қолданымы. What is your name? Сенің атың кім дегендегі осы қолданады. What is your name? Енді name бағана айттық. Name. My name is, мысалы, менің атым пәленбай. Мысалы, my name is үміт. Менің атым пәленбай. Енді сенің атың Арай десек, your name is Арай. Дәл солай. My name is және your name is деп жаттап аламыз. Немесе good name, жақсы ат екен. Мысалы, біреулер қандай деп ат қойып болады? Жәнібек деп ат қойып болады, немесе Абылайхан деп ат қойып болады. Аттарын естігенде не дейміз? Good name, жақсы ат екен деп. Good name, жақсы ат. Nice name, керемет ат. Немесе good name, ол керемет есім екен. Атын керемет екен дегенде өстіп айтсақ болды. Good name. Are. Осыны оқыған кезде тіліңіздің ұшын артқа қарай қайырасыз да, тіліңіздің ұшын артқа қарай қайырсаңыз are деп шығады. Енді are, you are, we are, they are-ға қолданамыз, яғни you are сендер деген, яғни сендер, we are біз, they are олар. Немене, мысалы, сен бір оқушысың деп айтпақшы болсақ, you are a student деп айтамыз. You are a student. Сол кездегі you-дің артына келетін be етістігі осы. Am. Бұны айттық. Am әрпі қалай дегенде тек қана бір сөздің артына келеді. Қайсы сөз дегенде? I. Менің артына. Яғни I am Kazakh. Мен қазақпын. I am a student. Мен бір оқушымын. Тек қана бұл be етістігі ағылшын тіліндегі осы am деген be етістігі тек қана I деген сөздің соңына келеді. Мінекей, бағана айтқан I осы мен. Мен, I.
мен. Онда қайталаймыз. I am, are, name, what, nationality, job, keyboard, operator, engineer, operator, keyboard, job, nationality, what, name, are, am, I. Lesson 7-дағы осы сабағымыз осы араға дейін. Осы сөздерді жаттап алыңыздар. Күнделікті тұрмыста көп қолданады. Онда болса сабағымыз осы арада аяқтады. Келесі сабағымызда кездескенше сау саламет болыңыздар. Сабағымызды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.